Жаздың ба? Оқышы. Бостандық күні туды. Барша алаш азаматтарына құтты болсын айтамыз. Жақсылық пен қуаныш тек орыстардікі емес. Маңайдағы барша жұртқа тегіс жақсылық, бәріне тегіс қуаныш. Жарайсың. Осы жерге бұлай деп қос. Алла тағалам киіз бауырлы қазақтың оң жағынан ай, сол жағынан күн туылдырып, ырыс дәулет, бақ береке нәсіп етсін. Кенже, отыңды қозғап қойсаңшы. Мына жер суық секілді ғой. О, Жахан-ау, қайда жүрсің? Сыртта дүрбелең. Дүрбелеңнен де бетер сұмдықты естисіздер қазір. Бабыч қашып кетті. Кеңсесі бізге қатысты құпия қағаздарға толып қалған екен. Міне, жер туралы айтқанымыз. Міне, Алихан ағаның келгені туралы. Міне, Сафа жеңеміздің өмір тарихы. Тіпті әкесінің орманшы болғанына дейін жеткізді. Бұл қалай болған? Бұл сонда өзіміздің Мұхамедияр ма? Жүзі қары сонша не күн туды екен оның басына? Қайда жүр екен ол өзі? Түстен кейін осында келін деген ол. Келін десе басын алу керек. Ассалаумағалейкум. Барлықтан осына келсіздер ғой. Есіңіздер ме? Жандармерияның басшысы Бабич қашып кетіпті ғой. Естіді? Ассалаумағалейкум. Кеңсесін тоналдырып қалдığına дейін естіді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қашып үлгеріпті. Иттің ғана баласы. Қолға түсіріп, мұлжасын шығарар ма едік шіркін? Қайтесің оны? Мал мұлжасы шығаратын адам онсыз да тұрышты. Не болса да енді біраз қызық болайын деп тұр. Ақан, әлгі былтыр жаздағы Әлекеңнің айтқанын айтамын да. Бір жылдың айналасы деп не деген дәл болжам? Патша үкіметі мұрнымен жер сүзіп құлаған жоқ па? Мұхамедияр. Баяғыда аңдар мен құстардың арасында бір ғаламат соғыс болыпты дейді. Сіздің осындай мысалдарыңыз ізі. Әлгі соғыста жарғанатқаны құсқа да, аңға да қосылмай, қай жеңген не қарай шығамын деп соғыстың ақырын күтті. Әлесің қараш. Сонымен не керек? Соғыс құстардың жеңісімен басталады. Сонда жарғанат құстарға барып, бірге ұшып, бірге қонып, ойбай, құс едім деп жар салады. Содан біраз уақыт өткен соң аңдар басын бола бастайды. Жарғанат аңдарға барып, тісін көрсетіп, тырнағын көрсетіп, мен аңмын, аң боп тудым, аң боп өлемін дейді. Сонымен соғыстың ақыры құстардың жеңісімен аяқталады. Сонда байғұс жарғанат құстарға барса, құстар оны иттей қылып қуып шығады. Аңдарға барса, аңдар да оны жақтырмайды. Байғұс жарғанат содан бері тек тау-таста өмір сүріп, түнде ғана шотын бетті. Ойбай, кешірші Ақан. Ақан кешірші, мен ағат кетті. Ақан кешірші, мен сіздерден басқа ешкім жоқ қой. Ақан кешірші, өтінемін. Ақан, мен ағат кетті, кешірші Ақан. Тұр! Ақан, кезінде оны құрықтарынан түсірді ғой Ақан. Аман қалғың келсе, бізге қызмет қыл деп құрықтарынан түсіріп қойды ғой. Ақан кешірші, өтінемін. Ақан кешірші. Кешірші Ақан, өтінемін. Ақан, мен болмасам, олар басқа рөл салар еді ғой Ақан. Мен қайта көп нәрсені жасырып қалдым ғой Ақан. Мен ұршақ, сенен артық кетті ғой. Кет, жуа! Абат беріңдер анан киім. Бойындағы күллі күш қуатын, барлық мүмкіндіктерін езіге түскен, ел үшін сарқа жұмсаған саңлақ ерлерім. Қара жердің бетінде
қазақ барда сендер барсыңдар. Ендігі ұрпақ сендердің басып өткен іздеріңнің топырағына көзін сүртер, көңіл толықтар. Әлі талай жыр етер.